Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен галетта пирогын дайындайтын боламыз. Бұл салмасына жеміс-жидектер қосылып жасалатын, өте оңай әрі тез дайын болатын керемет пирог. Олай болса достар, видеоның соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Дайындап алған ұнымыздың үстіне салқын сары майымызды салып, оны қолмен жақсылап үгітіп, ұнтақ дайындап аламыз, яғни крошка. Дайын болған осы ұнтақтың үстіне тұзды, қантты, сүзбені, жұмыртқаның сары уызын салып, жақсылап араластырып, өте жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз осылай өте жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырды салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып аламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Мен бұл жерде құлпынайды қолдандым. Кез келген жеміс-жидекті қолдансаңыздар болады. Осындай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Және де бізге 2 ас қасық қант және 1 ас қасық жүгері крахмалы керек болады. Дайын болған қамырымызды бірден пергамент қағаздың үстіне жайып шығамыз. Оның жұқалығы осындай болу керек. Енді алдын ала дайындалған қант пен жүгері крахмалын сеуіп шығамыз. Бұл біздің құлпынайымыздың суы қамырға өтіп кетпес үшін. Енді алдын ала кесіп алған құлпынайларымызды қатарымен осылай түгелімен қойып шығамыз. Құлпынайды түгелімен орналастырып алғаннан кейін қамырымызды шетінен осылай бір-біріне жабыстыра, айналдыра қамырымызды бүгіп шығамыз. Жұмыртқаның ақ уызын түгелімен тестаға жағып шығып, қантымызды сеуіп шығамыз. Дайын болған пирогымызды қызып тұрған пеште тестасы қызарғанша пісіріп аламыз. Міне достар, біздің құлпынай қосылған галетта пирогымыз дайын болды. Өздеріңіз көргендей оңай әрі тез дайын болатын бұл пирогты жеміс-жидек маусымы кезінде салмасын сан түрлі қылып ауыстырып жасай берсеңіздер болады. Бұл пирог өте дәмді болып шығады. Мен сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.